счастливая мама, счастливый ребенок деген осы міне. Мен шетелде демалып жүрсем, балам да мен бақытты болып ораламын, значит, балам да бақытты болып жүреді деген сөз ғой. Мен кетіп жатқан кезде кішкене сәл тұмаурап ана күні поликлиникаға апарып едім ғой, көрсетіп, өкпесі сырылдап, кішкене мұрны бітеліп сөйтіп жүрген. Сонымен өкпесі сырылдағанға массажист шақырамыз ба, массажбен түсіреміз ба, не істейміз деп жүріп едік. Мамамдарға витаминін беріп, витаминдерін тастап кеткен, уақытылы беріп, сонымен кетс прополис ішті. Сол прополис қақырықты түсіртеді. Мына өкпедегі сырқыраған қақырық қазір мына гонконгский грипп дема, білмеймін, елдің бәрі қақырық, пневмония, осложнениясымен қатты ауырып жатыр. Прям андай бір ауырса адам жазылмайтындай, балаларға особенно қатты ауыр тиіп жатыр, өйткені қазір инфекционный больницалардың барлығы забиты, білесіздер, иә. Енді қаншама балалар ауырып жатқаннан кейін мектепте де қаншама оқушы уақытылы сабағына келмей пропускать етіп, неше түрлі ситуация болып жатыр ғой. Енді Құдайға шүкір, осымен әйтеуір жеңіл-желпі тез жазылып кетті, өйткені витаминдерін дұрыс берген. Что-то она не договаривает, а? Сол, в общем, ондай. Тұрмыз екенбіз қол тұрауынға қарап. Аяғыма каблук киіп алғам, шаршап жатыр ғой. Шөп қалмағам, қиналып жатырмын. Кішкене ғана жүріп едім, уже аяғым шаршап қалды. Бұл қызды каблукпен, мен де каблукпен. Ота бізге прикол салып жатыр, деп. Бірақ біз естімейміз, жазған құрғын келіп қалды. Ресейден қалмаймыз. Фотограф екенбіз кездесіп, Дубайда кетіп жатыр. Көре алмай кеттіңіз ғой, осылай тамақтанайық деп жатырмыз. Красотка болып тұрсың. Өзбекше кухняға келдік, біз Балида наконец-то нормально тамақ жеп жатырмыз. Қанша күн болды, тамаған фастфуд жегізіп жүргеніне семіргізгісі келіп жатыр да. Зухрандай, онша емес болып көрінсінші деп ойлап тұр да. Бірақ на самом деле, мен қалай тұрсам да әдемі ғой енді. Кукла болып тұрсыңдар. Рахмет. 3 красотка жиналды. Міне. Иткі бүкінен ақпа. Ja. Там деген. Но мен жеш вообще күшті. Я соны жеп едім, ұнап қалды. Аппетит ашырды. Шошып кетті, мына обезьянка шығып кеткен ғой сыртына. Мына қараңыздар. Бұлар опасно телефонын тартып алып кетуі мүмкін да. Короче, сафари деп бір жерге келіп алдық әйтеуір. Жүрміз қарап. Ар жақта тағы бір беті бастап, иә? Крокодил? Вау! Кеттік крокодил көрсетеміз сіздерге қазір. Ладапет. Құрсын, ана, индийский кинода құлтырауын жоқ қояды деп ұқсап. Бетіне пластикалық ота жасап ешкім танымай қалды. Джаджа ма? Жоқ. Джаджа Месси. Жажда Месси. Джаджа. Джаджа. Сол бетіне ота жасаған қыз мен ғой. Сол кинодағы. Арти деген. Арти нет, Джойти деп айтады ғой. Крокодилдарға қарап тұрмыз. Ар жағына кіруге болмай ма? Ала бейшара шыға алмай жатыр, адан қараңыздар. Бар көтерсей? Мен күшім жетпейді оған. Өзің барып тұрмыз істесең. Өліп қалам ғой. Кеше бір пост салыпсың бұл да. Қандай пост? Кіммен? Серханмен. Не пост ол? Кәдімгі қазіргі қоғамда болып жатқан оқиғалар. Неге именно Шерханмен? Срочно адам керек болды, ер адам соған. Бос адам сөйлеген сонымен жолға шығарып қойған. Бір басау үшін ба? Сезім деген анау мынау.